Ұлағаты мол мамандық иесі туралы. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да олар әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін алға жетелеп келе жатқан ағартушыларға облыс әкімі биыл 1 миллион теңгеден астам сыйақы тағайындады. Осындай құрметке ие болғандар қатарында Жалағаш ауданындағы нөмірі 31-ші орыс орта мектебінің мұғалімі Райхан Айтымова да бар. Ұстаз ана, ұстаз ақылшы дос, ұстаз үлгілі асыл жан, ұстаз ғибратты тұлға. Айта берсек, ұстазға деген мадақтаулар ойлы сөз, жақсы тілекте шек жоқ. Бүкіл саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Райхан Айтымованың осы құрметті мамандықта абыроймен атқарып келе жатқанына биыл 30 жылдан астам уақыт болды. Ағартушының басты ұстанымы тұлғаны адамгершілік, рухани және патриоттық тұрғыда тәрбиелеу, елін, жерін, ұлтын сүйетін азамат қалыптастыру. Осы уақытқа дейінгі жеткен біздің жетістіктеріміз өте көп. Қазір Райхан Кенжебай қыздың арқасында біз ұлттық бірыңғай тестілеуге қызу дайындық үстіндеміз. Осы 11 жыл бойы бізге білім мен тәрбие беріп келе жатқан ұстазымызға үлкен рахмет. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Райхан Кенжебай қызының білім саласында қол жеткізген жетістіктері бір төбе. Оның оқу әдістемелік жинақтары республикалық басылымдарда жарық көрген. Білім және инновация журналында тіл дамыту сабағы жарияланған. Ұлағатты ұстаз атты республикалық конкурста педагог жүлделі 3-ші орынды жеңіп алды. Ал 21-ші ғасырдағы инновациялық технологиялар жарысында өзінің білім біліктілігінің шеберлігі мен тәжірибесінің арқасында Райхан Айтымова жеңіс тұғырынан көрінді. Көп жылдық еңбек ескерусіз емес. Ол бүгінге дейін түрлі деңгейдегі алғыс хаттармен марапатталды. Бірақ бұл жолғы марапаттың жөні бөлек дейді миллионер ұстаз. Менің негізгі мақсатым осы елімізді сүйетін, отанын сүйетін, ұлтжанды, тілін сүйетін, Қазақстанның болашағын ойлайтын азаматтар тәрбиелеу. Менің жалпы ұстанымым оқушыны жеке тұлға деп есептеу. Олардың пікіріне сүйене білу, олармен ақылдасып, олардың жеке тұлға екенін өзіне көрсете білгім келеді. Еңбегім еленіп, облыс әкімінің сыйақысына иелендім. Менің еңбегімнің еленуі өзімнің оқушыларым арқасы ғой деп ойлаймын. Адам бір жылын ойласа, дән себет бар ғұмырын ойласа, ағаш отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа, ұрпақ тәрбиелейді деген халық даналығы. Өскелең ұрпақтың бойына ізгілік дәнін сеуіп, ұлағат ұялатқан, білімге жетелеген педагогтың әлі де шәкірттеріне берер мол. Ұлағатты ұстаз шәкірттерімен ғана емес, отбасымен де мақтан алады. Анасы секілді құрметті ұстаз болуды мақсат еткен қызы Әмина Оспанова Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжінің оқытушысы, келіні Жұлдызай химия пәнінің мұғалімі. Мамама сабақ берген сайын қарап қызығып, осы менде өскен соң мұғалім болам деп армандайтын тұғымын. Кейін бітіргеннен кейін 11-ші класты менде мұғалімдік мамандығын таңдап, қазіргі таңда 7 жыл болды Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжде ұстаз болып келемін. Мамамның жаңағы мынандай жетістікке жетіп жатқанына мен де қызығамын, мен де сол кісідей болғым кеп талпынамын. Барлық күш білімде, білім нәрімен, ұлттық тәліммен сусындаған өскелең ұрпақ қана болашағымыздың жарқын кепілі болмақ. Сол сапалы білім, саналы тәрбиені шәкірт бойына егіз ұқтырып жүрген ұлы мамандық иелері ұстаздарға облыс басшысының әр жыл сайынғы осындай дәрежеде құрмет көрсетуі де соның айғағы. Арайлым Байжігітова, Алмат Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданы.